Assalamualaikum. Mustafa ağamızın vaazını tыңдап отырық. Аға бір-екі сөз айтып жіберсеңіз. Ахмет Байтұрсынов атамыз, Алла ол кісінің рухын шат етсін. Мынау қазақ халқының арысы ғой. Ұлт ұстазы, саясатта сағысынбаған, өте алып тұлғалы азамат болған. Сол кісі өз өмірінде айтады. Керемет өлеңінің бірінде ұрпаққа қалдырған өсиеті: тән көмілер, көмілмес еткен ісім, ойлайтындай мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Ол кісілер ертеңгі болашақ үшін жұмыс жасаған. Сол себепті ұлағатты ұстаз Ахмет Байтұрсынов бабамыздың осы өсиетіне сай біз де иншалла болашақ үшін жұмыс жасауымыз керек. Бүгіншіл болмауымыз керек. Ертеңге жұмыс істеуіміз керек. Ертеңшіл болуымыз керек. Болашақтың қамын ойлап, руханиятқа, өркениетке қол жеткізетін, ауызбіршілікте бірін-бірін қолдаған ел болуымыз керек иншалла. Алауыздықтан, күншілдіктен, көре алмаушылықтан, білімсіздіктен, надандықтан сақтануымыз керек. Сол кезде иншалла сіз бен біздің алмайтын қамалымыз болмайды. Ауызбіршілік болған жерде, болашақты ойлап, жұмыла іс жасаған кезімізде иншалла ел жұртымыздың болашағы жарқын болады. Сол бабаларымыздың өсиетіне сай амал жасауымыз керек иншалла.